Қазақстан эстрада жұлдызы Қарақат Әбілдина өзінің Instagram парақшасында халыққа арнайы жазба қалдырды. Қарақат Әбілдина өзінің жазбасында қазіргі орын алып жатқан коронавирус жайында халықты үйде отыруға шақырды. Биылғы жыл кім-кімге де болмасын оңай тиіп жатқан жоқ. Алла баршамызға сабыр берсін. Аты жаман індеттен құтылдық па десек, керісінше көбеюде. Ел ағаларының ауырып қалғанын естіп қорқайын дедім. Денсаулық министрі Елжан Амантайұлы Бекболат Тілеухан ағаларымызға Алла шипасын берсін. Қытайда ол ауру қайтадан қайталанып жатыр екен. Алла сақтағанды сақтайды. Әлі арқаны кеңге салып, тайраңдайтын уақыт емес. Көпшілік жиналатын жерден аулақ болғанымыз дұрыс. Сол себептен де оқушылардың көп жиналғанына қарамастан Астанадағы мектебімнің 15 маусым басталуы керек болған жұмысын уақытша тоқтата тұруыма тура келді. Ата-ана, оқушылар мені дұрыс түсінер деп ойлаймын. Бір адам бір отбасының ауруына себепші. Әсіресе балаларымызға абай болайық. 40-на шыдадық, 41-не де шыдап, карантин шараларын барынша сақтау керек. Жақсылық пен жамандық егіз. Бірде жайлы, бірде жайсыз болса да, төбе жеңіп шығарымыз сөзсіз. Әр істің бір қайыры бар деген. Бұйырса бәрі жақсы болады. Амандықтарыңызды тілеймін, деді Қарақат Әбілдина өзінің Instagram парақшасында.